Ғылым, зерттеулер, білім, даму тенденциялары. Осындай атаумен Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті базасында академик Қаныш Сәтпаевтың туғанына 125 жыл толуына орай халықаралық ғылыми практикалық конференция өтті. Басқосуға Жәңгірхан университетінің ғалым оқытушыларымен қатар шетелдік ғалымдар да қатысты. Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті базасында ғылым ғайлығы аясында халықаралық конференция өтті. Басқосуда қазақтан шыққан тұңғыш ғалым Қаныш Сәтпаевтың 125 жылдығына орай өмірі мен еңбек жолы, шетелдердегі ауыл шаруашылығы саласының даму тақырыптары қамтылды. Университет ғалымдары мен Польшадан келген профессор Роман Халубович, ақш-тағы Кембридж университетінің магистрі Калла Ли өзара пікір алмасса, қашықтан байланысқан ресейлік ғалым Иван Артюхов оқу ордасы арасындағы бірлескен жұмыс төңірегінде сөз қозғады. Бұл жердегі ең басты мақсат әр елдің ғылыми жаңалықтарымен бөлісу, пікір алмасу және білім алмасу. Сонымен қатар халықаралық ынтымақтастықтарды құру, бірге корпоративтік зерттеулер жүргізу. Жәңгірхан университетінің ғылым саласындағы жетістігі бір төбе. Негізгі бағыты заманауи тенденцияларға негізделген. Жас ғалымдардың бастамаларын қолдауға басымдылық беріліп отыр. Соңғы 5 жылда ғалымдар 50-ге тарта өнертабыстық патент иеленген. Оның ішінде өңірде алғаш рет үйректің етті жаңа бағытын анықтады. Сондай-ақ жылыжай және қалдықсыз құрал материалдарын шығару жұмыстарында серпіліс бар. Ал жемшөп базасын нығайтуда профессор Бейбіт Нәсиевтің жетекшілігімен жасалған зерттеу жұмыстары өз нәтижесін берді. Ғылыми бағыттарымыз ол Қазақстан Республикасы бойынша жемшөп базасын нығайту, ол бағытта зерттеулер жүргізу, сонымен қатар жайылымдардың қал жағдайларын білу және олардың күйзеліске ұшырау процестерін зерттеу, сонымен қатар жайылымдардың өнімділігін арттыру. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.